Баршаңызға сәлем. Менің есімім Хадиджа. Сүйікті қолөнер атты каналыма қош келдіңіздер. Бізде бүгін екінші сабақ ілмек ілу. Оң және теріс ілмектерді қалай тоқу керектігін үйренетін боламыз. Екінші сабақты бастамас бұрын подписка батырмасын басып, колокольчик қоюды ұмытпаңыздар. Спицаға мен 18 ілмек теріп алдым. Ілмек теруді біз бірінші сабақта өткен болатынбыз. Бірінші сабақты көрмеген болсаңыз, экрандағы жоғарыда оң жақта подсказка батырмасын басып, бірінші сабаққа өтсеңіз болады. Бұл жұмыстың оң жақ беті, ал мына жағы сол жақ беті. Теріс ілмектер тоқылатын жақ. Сол теріс ілмектерден бастаймыз бірінші. Матоктан шыққан жіпті қолымызға өстіп ілеміз. Өстіп іліп аламыз. Ілмектердің тығыздығын қадағалап тұрамыз. Бірінші ілмекті оң жақ спицаға шешеміз. Мына жіпті, соңғы жіпті ұшын ұстап тұрамыз, қашып кетпеу үшін. Матоктағы жіпті бер жақ бетіне, әрдайым бер жақ бетіне, теріс ілмекті тоқығанда әрдайым матоктағы жіпті бер жақ қабыртқаға шығарамыз. Жұмыстың бер жақ бетіне. Содан соң спицаны ілмектің ортасына тағамыз. Тағамызда жоғарыдан төменге матоктан шыққан жіпті іліп, ілмектің ортасынан шығарамыз. Қайтадан көрсетейін. Ілмектің ортасына тықтық, жоғарыдан төменге жіпті тарттық та ілмектің ортасынан шығардық. Мына жіпті тартамыз. Тағы да көрсетейін. Матоктан шыққан жіпті әрдайым жұмыстың бер жағында болады. Сосын ілмектің ортасына тығамыз спицаны. Жіпті ілеміз, жоғарыдан төменге ілеміз. Сосын өстіп шығарамыз да оң жақ спицаға шығардық. 4 ілмек болды. Мынау шеткі ілмек. Қайтадан көрсетейін. Өстіп соңына дейін тоқып шығамыз. Спицада соңғы ілмек қалды. Соңғы ілмекті әрдайым теріс тоқимыз. Теріс ілмектерді аяқтадық. Енді оң ілмектерге көшеміз. Бірінші ілмекті әрдайым оң жақ спицаға шешеміз. Енді матоктағы жіп жұмыстың ар жақ бетінде тұрады. Спицаны ілмектің ортасына тығамыз. Міне, екі қабыртқасы бар. Сол ар жақ қабыртқасына тығып, жіпті, матоктағы жіпті іліп аламыз. Қайтадан көрсетейін. Іліп аламыз. Спицаны ортасына тығамыз. Шығамыз. Дәл солай соңына дейін тоқып шығамыз. Соңғы теріс ілмекті әрдайым теріс тоқимыз. Жұмыстың оң жағы болсын, теріс жағы, сол жағы болсын, теріс жағы болсын, әрдайым бірінші ілмекті шешеміз. Оң жақ спицаға соңғы ілмекті теріс тоқимыз. Түсінікті деген ойдамын. Енді қолдарыңызды жаттықтап берсеңіздер болады. Келесі сабаққа кездескенше.